Саламатсыздар құрметті көрермендер. 10-ші есеп 9-ші сынып алгебра атамұра баспасы. Түбірлер бойынша квадрат теңдеу құрымдары делінген. Біріншісін жазайық. Соң x біріміз тең 2, x екіміз 5-ке тең. Бірінші есебінде. Және мынандай формула бар. X минус x1, x минус x2 тең болады ax квадрат плюс x плюс с. Сонымен бізде мұнда x1 мен x2-ні орнына мәндерін қойып, жақшыларда шамдасақ бізде квадрат 3 мүше шығады. Немесе 0-ге теңестірсек квадрат теңдеу болады. Орнына қояйық, соны a-ны біз 1-ге тең деп ойлаймыз, өйткені берілмеген, бізде тек қана түбірлері берілген. Демек бізде x минус x1-ның орнына 2-ні қоямын. X минус x2-ның орнына 5-ті қоямын. Жақшаны ашайын. X x-қа көйтем x квадрат, x-ті минус 5-ке көйтем минус 5x, минус 2-ні x-қа көйтем минус 2x, минус 2-ні минус 5-ке көйтем плюс 10. Шамда жіберейік. X квадрат минус 5-ке минус 2-ні қоссақ минус 7x плюс 10. Енді осыны біз 0-ге теңестірсек, бізде жауабы сонымен x квадрат минус 7x плюс 10 тең бар. Бізге квадрат тең болып құрастыр дедім, құрастырдық. Екіншісін шығарайын. X бірді мен минус 3-ке теңдей, x2-ні 4-ке теңдей. Орнына қойын, a тең 1 дедік жаңа. X минус 3 болу керек. Формулада минус бар, мына минус бар, 2 плюсті береді. X минус 4. Сонда егер мына x теріс сан болса, мұнда плюс қоямыз. Егер оң сан болса, теріс сан қоямыз. Өйткені формулада минус бар, сонда плюс болып кетеді. Жақшаны ашайық. X-қа x-ті көйтсек, x квадрат. Мынау бұл екеуін қосып, x-ті тіркеп жазсақ та болады. Нәтижесі бәрібір сондай. Минус 4-ке 3-ті қоссам, минус 1 болады. Минус 1x деп жазсам, бірақ 1-ді жасып аяқ қойсақ болады. Және минус 4 3-ке көйтсем, минус 12 осылай ықшамды бірдестен жазсақ болады. Мұнда да мысалға алдыңғы есепте минус 2-ке минус 5 қоса минус 7, x-ті тіркеп жазсақ, бірдестен ықшамды болып жазылады. Енді осы 0-ге теңестірсек, бізде квадрат теңдеу шығады. Егер мұнда теңсіздік қойсақ, онда бізде теңсіздік шығады, квадрат теңсіздік. Тағы өсін шығарып көрейік. Енді бөлшегі барын шығарайын. 6-шысын шығарайын. x1 деп мен минус 3-тен 1-ді алайын. x2 деп мен минус 9-дан 1-ді алайын. Соның орнына апарып қойайын. X мұнда минус, формулада минус бар, соның плюс 3-тен 1. Келесі. Мұнда минус, мұнда плюс қойын демек. Формулада еккен минус бар. Жақшаларды ашайын. X квадрат болады. 3-тен 9-дан 1x плюс 3-тен 1x. 3-тен 1-ді 9-дан 1-ге көйтем. Алдымен бөлінген көйтіледі. 3 9-ға көйтіледі. 27 болады. Алдында 1-ді 1 көйтсем 1 болады. Енді 9 мен 3-ті 9-дан 1 мен 3-тен 1-ді қосып жіберейін. Қоссақ мұнда 2-ден береміз. 9-дан 1-ді қосамыз 3-тен 1-ді. Мұнда 3-тен береді екенбіз. 9-дан 1 қосып 9-дан 3 тең болады. 9-дан 4 болады екен тең. Соны x квадрат плюс 9-дан 4x
плюс 27-ден 1. Енді теңдеуі құрастырайық. Мында жазайын. Сонымен бізді теңдеуіміз x квадрат плюс 9-дан 4x плюс 27-ден 1 тең 0. Егер біз мынау бөлшектің бөлімінен құтылғымыз келсе, 9 мен 27-ні ең кіші ортақ есебіне көбейтіп жіберсек, қысқарады. 27-ге көбейтіп жіберсек, мысалы, мынандай теңдеу аламыз. 27x квадрат, 27 мен 9 қысқарады, 3 қалады, 12 плюс 12x, 27 мен 27 қысқарады, плюс 1 тең 0. Осылай жазсақ болады. Мына екі теңдеу мәндес болады. Теңдіктің екі жағында біз бірдей санға көбейткеннен теңдіктің мағынасы өзгермейді. Тыңдағандарыңызға рахмет, сау болыңыздар.